Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен NBR-KZ. Бүгінгі видеода аты аңызға айналған біздің ата-бабаларымыздан бері келе жатқан тылсымға толы жерлерді білеміз. Міне, бүгінгі шығарылымда осы жайлы айтатын боламыз. Ал сіз видеоға пікір қалдырып, лайк басып, қоңыраушаны басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Аққұм қалқан. Алматыдан 180 км жерде Жоңғар тауының бойында Алтын Емел саябағында орналасқан. Бұл жерді көбісі Әнші құм деп те атайды. Ұзындығы 3 шақырымнан астам, ал биіктігі шамамен 200 метрге жететін құмды төбе. Адамдарға бұл жердің қызығуы құмды төбе емес, оның ән айтуы. Пайда болған шу ауа райына байланысты оның үні мен күшін өзгерте алады. Желдің күшінің арқасында бұл жердің дауысы айғайға немесе шиқылдаған дыбысқа ұқсайды. Қатты желге қарамастан ән салатын құм өз орнын бірнеше мыңжылдықтар бойы әлі қозғалтқан жоқ. Дыбыс көптеген құмдардың үйкелісінің арқасында пайда болады. Құмның қозғалатын массасы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым мәнерлі әуен шығады. Оның дауысы әлсіз сыңғырлаулардан бастап күшті гүрілге дейін өзгеруі мүмкін. Аңыз бойынша мұның астына Алланың қаһарынан қорыққан шайтан тығылған дейді. Алайда бұл жерден шыға алмаған соң айғайлап дыбыс береді дейді. Аққұм қалқан Швейцарияның 7 кереметі байқауында да аталған, сондықтан да туристер саны артты. Шаған көлі немесе ядролық көл деп атаса да болады. Бұл жерді 1960 жылы кеңестік ядролық ғалымдар жасаған дейді. Ядролық жарылыстардың көмегімен су қоймаларын жасау зерттелді. Үлкен ядролық жарылыстың кесірінен ені 400 метр, ал тереңдігі 100 метр кратер пайда болды. Кеңес ғалымдарының айтуы бойынша су қауіпсіз, бірақ кейінгі зерттеулер бойынша бәрі керісінше болды. Бүгінгі таңда бұл көл адамның табиғатқа қаншалықты зиян тигізе алатынына дәлел болып тұр. Су радиациямен уланған, ал жануарлар мен құстар оны ішуден бас тартады. Ғалымдар суға көптеген балықтарды жіберді. Нәтижесінде көбісі тамыр алмай, енді бірі мутациялық жолмен өзгеріп кеткен. Куәгерлердің айтуы бойынша бұның ішінде алып балықтар мен біртүрлі қабыршақтағы тіршілік иелері бар екен. Арнайы қорғау шараларынсыз көлге жақындауға тыйым салынады. Себебі ол жерде болу денсаулыққа өте зиянды. Бүгінгі шығарылымда соңына таяп қалды. Егер видео сіздерге ұнаған болса, астыға пікір қалдырып кетіңіздер. Және де екінші бөлімін шыққанын қаласаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де сіз тағы да Қазақстанның қандай қорқынышты біртүрлі жерлерін білесіз, міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіз. Ал сіздермен бірге болған мен NBR-KZ, келесі кездескенше сау болыңыз.